Белгород облысында тәжіктер Ресей әскерилеріне оқ жаудырды. 11 адам қаза тауып, 15 жауынгер ауыр жарақат алды. Ресейдің Белгород облысындағы Батыс әскери округында қайғылы оқиға болды. ТАСС агенттіктің хабарлауынша, осы жердегі сынақ алаңында 2 адам әскери бөлімге кіріп, соғысқа мобилизациямен шақыртылған қаруластарына оқ жаудырған. Соның салдарынан 11 адам қаза тауып, 15 жауынгер ауыр жарақат алған. Сол жерде қару кезенген адамдардың өздері де қаза тапқан. Телеграмдағы сот арнасы басқа мәлімет келтіреді. Оның дерегіне қарағанда, Салоти поселкесінде әскери бөлімге 3 сарбаз оқ жаудырған. Олар өз еркімен соғысқа аттанып бара жатқан Брянск облысының тұрғындарын жайрап салған. Алдын ала мәлімет бойынша 22 адам қаза тауып, 16 адам жараланған. Атқан 3 адамның екеуі жауап оқтан қаза тапса, біреуі қашып кеткен. 3 адамның қолында автомат, біреуінде РПД пулемет болған. Әскери бөлімге шабуылданған адамдардың бәрі Тәжікстанның азаматтары болған деседі.